Hamid Official. Hamid Official. Бәріне сәлем достар. Қызықты ақпараттар мен тағыда назарларыңызда Hamid Official YouTube арнасы. Бүгін үндістандық танымал киноактер, продюсер 20 ғасырдың үздік кино жұлдыздарының бірі. Танцор диско фильм арқылы кеңінен танылған Митхун Чакраборти туралы ең қызықты ақпараттарды ұсынатын боламыз. Әзірге каналымызға жазылып, лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар. Митхун Чакраборти 1950 жылы 16 маусымда Үндістанның Калькотта қаласында туылған. Оның туылған кездегі есімі Гоуранга болса да, бәрі Митхун деп атап кетеді. Отбасы қарапайым өмір сүрді. Әкесі телефон компаниясында қызметкер болып жұмыс істейді. Митхун үйдің үлкені болды. Өзінен кейін 3 қарындасы бар. Мектеп қабырғасында театр үйірмесіне қатысады. Онымен қоса футболды да жақсы ойнайды. Жасөспірім кезінде Элвис Преслиге қатты еліктейді. Алайда өзі кумирінің биін ұқсатып билей алмайды. Мектепті аяқтаған соң Калькуттадағы Шотландық колледжде химик мамандығында білім алады. Сонымен қатар күреспен айналысып, спортқа да ден қояды. Әрмен қарай Пуна қаласындағы кино және телевидение институтына оқуға түсіп, ағылшын тілін толық меңгеріп алады. Студенттік шағында ауқатты жанұяның қызына ғашық болады. Өкінішке орай алғашқы махаббатына қолы жетпейді. Себебі ол ұнатып қалған қыз қайтыс болады. Митхун бұл жағдайдан соң мүлдем ғашық болмайтын шығармын деп ойлайды. 1960 жылдардың ішінде үкіметке қарсы наразылықтарға қатысып, халықпен бірге көшеге шығады. Алайда үкімет халықты басып тастайды. Ал Митхунның достарының бірі қамалса, бірі өлім жазасына кесіледі. Оны көрген әкесі тез арада Митхунды Бомбейге жібереді. Өнерлі жігіт үлкен қалаға келіп, киноиндустрияға қадам басады және күнкөріс үшін тазалаушы әрі косметика сатушы болып жұмыс істейді. 1976 жылы актер ретінде алғаш рет «Екі белгісіз адам» фильмінде дебют жасайды. Ал 1977 жылы «Корольдік аң аулау» киносында басты рөлді сомдап шығады. Фильм Үндістанда танымал болды. Ал Митхун Алтын лотос кинопремиясында ең үздік актер номинациясын жеңіп алады. Осы сәттіліктен соң 10-ға жуық фильмдерде ойнайды. Дегенмен ешбірі танымал болмайды. Әрі табыс әкелмеді. Актер күнкөріс үшін көлік жүргізуші болады және би шоуларында өнер көрсетеді. Осындай шоулардың бірінде Хелена Люк есімді қызбен танысып қалады. Хеленаның басы бос емес еді. Ал жігітімен айырылысқаннан соң 1979 жылы Митхунға тұрмысқа шығады. Екеуі 4 ай ғана бірге тұрады. Себебі Митхун өзінің әріптесі Ягита Балимен кездесе бастайды. 1982 жылы Ягита мен Митхун отау құрады. Уақыт өте олардың 2 ұл перзенттері өмірге келеді. Сол жылы Митхунды әлемге танытқан Танцор диско фильмі жарыққа шығады. Фильмдегі Джимми образы актерға үлкен танымалдылық алып келді. Ал киноға жасалған музыкалық саундтректер түрлі елдерге таралып хит бола бастайды. Танцор диско фильмін сол кездегі кеңестік социалистік республикалар одағы, яғни СССР уақытында кинотеатрдың өзінен 61 миллион көрермен тамашалаған екен. Ал Митхун болса 80-90 жылдардың үздік актерларының көшбасында тұрады. Тіпті ең көп қаламақы алатын актерлардың бестігіне енеді және миллиондаған жанкүйері бар кино жұлдызға айналады. Одан бөлек бір жылдың ішінде 12 фильмге түсіп үлгереді. Түсірілім алаңында актриса Шридеви мен жақын араласып құпия түрде кездесе бастайды. Мұны білген әйелі Ягита өзіне қол жұмсамақ болады. Ал газеттерде Митхунның әйелмен ажырасқаны туралы алып қашпа әңгімелер тарап кетеді. 1985 жылы Митхун құпия түрде Шридевиге үйленеді. Алайда 3 жылдан соң екеуінің жолдары 2-ге бөлінеді. Осылайша актер әйелі Ягитамен бірге тұра береді. Сол жылы, яғни 1985 жылы көрермендердің дауысы бойынша Митхун Чакраборти Үндістандағы ең сексуалды ер адам атағына лайық деп танылады. 1987 жылы актер «Танцуй, танцуй» деп аталатын музыкалық мелодрамада басты рөл сомдайды. Сол уақытта фильмнің атауы кинотеатрларда «Танцор диско 2» деп аталынып кетеді. Сәтті шыққан фильмнен соң актер тоқтаусыз фильмдерге түсуді жалғастырады. Оның ішіндегі 3 дос, отбасы, кешірім, командасы және тағы басқа 10-нан астам фильмдерді көрермен жылы қабылдайды. Митхунның белсенділігі артып, 1989 жылы 19 фильмде түрлі образдарды сомдап, әлемдік рекорд орнатады. Бұл уақытқа дейін ешқандай актер бір жылда 20-ға жуық кинода ойнамаған еді. 1989 жылдың соңында актер Тамилнаду штатынан жер алып, қонақ үй салуға кіріседі. Құрылысқа қомақты қаражат керек болғандықтан Бомбейдегі үйін сатады және 50 миллион рупий несие алады.
Тіпті отбасымен бірге салынып жатқан қонақ үйдің қасындағы кішігірім үйде тұра бастайды. Уақыт өте актер салған қонақ үйлер кең ауқымда қызмет етіп, жылына $1,5 миллион табыс табады. 90-шы жылдардың басында Алаулы жол, Дұшпан, Джунгли заңы бойынша, Гүл және алау, Кабаре бишісі секілді фильмдерде роль сомдайды. Сол уақытта Митхун киноактерлар ассоциациясын құрып, қайырымдылық жұмыстарына қаражат бөледі. Сауапты іске үндістандық киножұлдыздар қолдау білдіріп, қомақты қаражат аударып отырады. Нәтижесінде жағдайы жоқ отбасыларға, науқастардың ем қабылдауына айтарлықтай үлес қосады. Уақыт өте актер қаражаты аз бенгал тіліндегі фильмдерге түсе бастайды. Алайда бұл жағдай табыс әкелмейді. 1993 жылы олардың тарихи фильміндегі рөлі үшін екінші рет Күміс Лотус премиясын жеңіп алады. Көпшілік оны жақсы адам образдарында көрді, алайда актер бірнеше рет жаман кейіпкер образдарында ойнап көреді. Сонымен қатар екінші пландағы рөлдерге де келісім береді. Атап айтқанда 1995 жылы шыққан Палач фильміндегі жаман кейіпкер образы үшін Filmfare Awards марапатында үздік жаман адам образы номинациясына ие болады. 90-шы жылдардың соңында Үндістандағы қоқыс жәшігінен жаңа туылған сәби табылып, ол туралы журналистер жарыса жаза бастайды. Сәбиді тапқан адам дер кезінде ауруханаға жеткізгендіктен, дәрігерлер оның өмірін сақтап қалады. Мұны естіген Митхун әйелі екеуі осы сәбиді асырап алуға шешім қабылдайды. Олар асырап алған қыздарына Дишани деп есім қояды. Отбасы мүшелері кішкене қызды жылы қабылдады және оны ханшайым деп еркелете бастайды. Қазіргі таңда актердің ұлдары мен қызы Дишани де әкелерінің жолын қуып, жаңа фильмдерге түсуде. 1999 жылы Митхун Чакраборти ең көп фильмге түскен актер ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енеді. Сол уақытта актер 249 киноға түсіп үлгерген еді. Тіпті кейбір фильмдердің атында өзі ұмытып қалған екен. Ең көп табыс тапқан актер Үндістандағы ең көп салық төлейтін адам ретінде де көпшіліктің есінде қалған. Жақсы табыс тапқан Митхун қайырымдылық жұмыстарын жалғастыра отырып, ауруханаға ақша аударады, өзі клиника салдырады. Тіпті кинопремиядан ұтып алған ақшасын кедей отбасынан шыққан белгісіз бір баланың оқуына төлейді. 2000-ші жылдардың басында Көбелек, Маршал, Гуру, Айқас, Заңсыздық, Жүрегімді саған берем, классикалық Махаббат бия, Бенгальдық жолбарыс секілді көптеген фильмдерде роль сомдайды. 2007 жылы қонақ үйінің жанынан крикет клубын ашып, өзі демеушілік жасайды. Дегенмен 2 жылдан соң бұл жобасы қайта жабылып қалады. Сонымен қатар бенгальдық балалар үшін футбол академиясын ашып, жасөспірімдерді спортқа баулиды. 2008 жылы менің атым Энрике Гонсалвес. Мұрагерлер, батыр, мәңгілік махаббат драмаларында жаңа образдарды сомдайды. Айтпақшы, Мәңгілік махаббат фильмінде актердің ортаншылы Римах Чакраборти басты рөлде ойнаған. Оның үлкен ұлы Мимах Чакраборти де, кенже ұлы Намаши Чакраборти де кино саласында өз өнерлерін көрсетуде. 2009 жылы актер Биле, Үндістан Биле деп аталатын телевизиялық шоуға продюсерлік етеді және өзі Қазылар алқасы құрамында болады. Онымен қоса телебағдарламаларды жүргізіп, түрлі шоуларға қатысады. 2010 жылы Полный дом 2, О Господи, Вир герой народа, Босс, Удар және Фортуна секілді бірнеше фильмдерде ойнайды. 2014 жылы Үндістанның палатасына шақырылады. Актер бұл ұсынысқа жоқ демеді. Алайда денсаулығы сыр бергендіктен депутаттықтан өз еркімен бас тартады. Денсаулығына қарамай 2015 жылы Самал желдің ұлы, Гопала, Нахал, Сөздерін қадағалаңыз, Херагири секілді 5 бірдей фильмде роль сомдайды. Қартайып қалған болса да 2018 жылы Хасон Ража, Гений, ал 2019 жылы Ташкентский дело фильмдеріне түседі. 2019 жылы Митхун Чакраборти қайтыс болды деген жалған ақпараттар тарап кетеді. Кейінірек отбасы мүшелері актердің ем қабылдап жатқанын айтып, өсек аяндарға сенбеуін өтінеді. 2021 жылы актер өзінің веб-сериалын түсіруге кіріседі. Ал 2022 жылы Кашмир бойынша құжаттама драмасында басты рөлді сомдайды. Қазіргі таңда актердің табысы $40 миллион жеткен. Оның әр киноға түсу қаламақысы $500 мың басталады. Жуырда актер өзі жүргізіп жатқан қонақ үйін сатып жіберген. Әйтсе де, әлі күнге дейін Үндістандағы ең бай кино жұлдыздардың қатарында.
1980 жылдары Митхун Panasonic компаниясының Үндістандағы елшісі болады. Ал 2014 жылы GoDaddy интернет порталын жарнамалап қомақты табыс табады. Онымен қоса Саратха Group деп аталатын компаниямен серіктес болып, тұрақты түрде жарнамалап отырады. Кейінірек бұл компания алаяқтардың пирамидасы екені анықталып, сот процесіне Митхун да шақырылады. Қазіргі таңда актер отбасымен бірге Үндістандағы Мадх деп аталатын аралда тұрады. Оның жер телімі 6000 гектарды құрайды. Кең жерді алып отырған актер мұнда егін егеді, түрлі жануарларды асырайды. Оның үйінде 70 шақты ит бар. Ал құстарды сидіре алмаған соң, көршілерінің жер телімінде сатып алған. Бір сөзбен айтқанда, таза зоологиялық саябақ секілді. Одан бөлек, актердің Мумбайда, Тамилнад штаттарында зәулім үйлері бар. Оның гаражында 1975 жылғы Mercedes-Benz және Volkswagen көліктері, сонымен қатар Ford, Toyota және Айша маркалы үндістандық автобусы да бар. 72 жастағы актер қазіргі уақытта фильмдерге сирек түссе де, жаңа образдармен көрермендерін қуантуда. Бір қызығы, осы уақытқа дейін түскен фильмдер саны 300-ге шамалайды. Бұл дегені үлкен еңбек, бойдағы таланттың арқасы. Митхун Чакраборти миллиард халқы бар Үндістан еліндегі ең танымал актерлардың бірегейі. 80-90 жылдары үндістандық қыздар ессіз ғашық болған кино жұлдыз. Оның Джимми образы тек Европаны емес, мұхиттың арғы бетіндегі Американы да өзіне баурап алған еді. Фильмдегі әндер болса, әлі күнге дейін киносүйер көрерменнің есінен кетер емес. Біздің ата-анамыз сүйіп тамашалаған ностальгия фильмдер ғой шіркін. Достар, Митхун Чакрабортидің қай фильмін тамашаладыңыз? Несімен ұнады? Төмендегі комментарий бөліміне пікір қалдыра кетіңіз. Алдағы уақытта қай өнер жұлдыздары туралы ақпарат күтесіз? Өз ойыңызбен бөлісе отырыңыз. Бұл қазақ тілінде ақпарат беретін Хамид Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамид, мәтінді оқыған Бақытжан. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.